8 тамыздан бастап 66-шы Қазығұрт жалпы орта білім беру мектебіне ротациялау негізінде басшы болып тағайындалдым. Адам бір орында отырып жұмыс атқаратын болса, сол жерге жалпы біз төселіп қаламыз. Ата-анаға да, оқушыға да, ұжымға да. Жаңару бола ма бұл мектепте? Қосымша 500 орындық балаға арналған, бастауыш сыныптарға арналған құрылыс салынғалы отыр. Кабинеттеріміз, коридорларымыз, мәжіліс залдарымыз осы күрделі жөндеуді қажет етіп тұр. Алтын белгінің өзі мектептің абыройына нұқсан келтіретін жағдай еді. Енді онда жоғары көрсеткіш деп енді біз сондай қанағаттанарлық керемет деп енді оған айта алмаймын. Армысыздар, қадірменді көрермендер. Бүгін бізде сұхбатта Шымкент қаласындағы өнегелі оқу орындарының бірі, нөмір 66-шы Қазығұрт жалпы орта мектебінің директоры Шертаева Нейла Рапиқа қызы. Өзіңіз Шымкент қаласында осы жүргізілген ротациялау жұмыстарының нәтижесінде осы 66-шы мектепке келіп, оқушысы көп, тұрғын саны мол елді мекенге келген басшының бірісіз. Жалпы осы ротация туралы бірінші кезекте пікіріңізбен бөлісіп өтсеңіз. Өте жақсы. Биылғы 21-22 оқу жылында Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты мемлекеттік білім беру ұйымдарының басшыларының арасында ротациялау жұмыстары жүргізілді. Ол білім және ғылым министрлігінің 2021 жылғы 11 қарашадағы 559 бұйрығы негізінде осы білім беру ұйымдарының басшыларын ротациялау қағидатына негізге ала отырып, білім басқармасының 651 бұйрығында негізінде 2022 жылы 8 тамыздан бастап 66-шы Қазығұрт жалпы орта білім беру мектебіне ротациялау негізінде басшы болып тағайындалдым. Мына 190-ның жүзі болды. Әзір жұмыс жасап жатырмыз. Жұмысымыз нәтижелі деп ойлаймын. Себебі жалпы ротация туралы ойымды айтқым келсе, бұл мен үшін жаңалық емес, бірақ жақсы бетбұрыс деп ойлаймын. Себебі білім беру ұйымының басшылары жалпы біз өзіміздің жұмыс нәтижемізде де бір-бірімізбен тәжірибе алмасып жатамыз. Бірақ ал енді мектептің ішкі мынау дүниесі бар ғой. Сол негізінде өткені мектептерде мынау жұмыс атқаратын мұғалімдер және білім алатын оқушылардың саны әртүрлі. Бірақ осы жерде айта кетейін, мен бұл пікірді, бұл ойды құптаған себебім, адам бір орында отырып жұмыс атқаратын болса, бір бағытпен жұмыс атқарамыз. Өйткені сол жерге жалпы біз төселіп қаламыз. Ата-анаға да, оқушыға да, ұжымға да. Ал енді біз мынау осы ротациялау негізінде жұмыс атқару екінші мен мынау ұжымым мен үшін біраз бетбұрыс болып жатыр, серпіліс болып жатыр, сондықтан мен дұрыс қабылдаймын. Жалпы ротациялау әділ өтті, және ашық түрде өтті. Жалпы біздің Шымкент қаласының білім басқармасының басшысы Жанат Арысбекқызы өте іскер әділ жан ғой. Комиссия құрамы негізінде әр мектептің мектеп басшыларының жұмыс өтілін қарады, оқушылар санын қарады, еңбек етіп жатқан ұстаздардың санына қарап, және мектептің жалпы орналасқан аумағына, деңгейіне қарап, әр мектеп басшысына өзіне ерік берді, және сол жаңағы екі мектеп басшысының өзара келісім негізінде біз комиссияға құжаттама негізін ұсынып, сол құжаттаманы қарай келе комиссия мүшелері сол ротациялау жұмысын жүзеге асыра отырып, мектеп басшылары біз ауыстық. Міне 190 көлемінде жұмыс атқарып жатырмын. Енді бұрын соңды мен Шымкент қаласы Еңбекші ауданына қарасты 31 жалпы орта білім беру мектебінде жұмыс 11 жыл басшылық қызмет атқарған. Ал бұл жерде енді ол аралас мектеп болатын. Қазақ-орыс аралас мектеп болатын. Ол жерде 1081-ге жоқ білім алушылар бар еді. Бұл жердегі енді ерекшелік, бұл 66-шы Қазығұрт жалпы орта білім беру мектебі
толыққанды бір тілде, мемлекеттік тілде, қазақ тілінде оқытылатын мектеп, және бала санына ерекшелік бар. Бұл жерде биылғы 21-22 оқу жылында 2162 бала білім алып жатыр. 95 сынып комплектісі бар. 186-ға жуық бұл жерде педагогтар қызмет атқарып жатыр. Жалпы келген кезінен бастап жұмысты неден бастадым? Жалпы мен мектептің басымдығынан, қай жерде мынау мектепте осал тұстары болады, мектеп болғаннан кейін қай жерде басым жетістіктер бар, қандай. Сондықтан да жалпы мектепке зерттеу жұмыстарын жүрген кезде жалпы бірінші өзім мектеп толыққанды аралап шығып, ұжыммен танысып, одан кейін ұжым арасында анонимді сауалнама алдым. Одан кейін ата-аналар жиналысын өткіздім. Ата-аналар жиналысын өткізіп, ата-аналардың пікірін тыңдадым. Өйткені маған ол бірінші жұмыс бастауыма, оқу жылының бастамасын неден бастауыма түрткі болды. Содан бастап, енді мен олай істеу себебі әр мектептің бала санына қарап, бізде оқу жоспары бірдей. Бірақ бала санына қарап бізде қаржыландыру жүзеге асып жатыр, өздеріңіз білесіздер, жан басын қаржыландыру бойынша. Сондықтан да әр мектепке бөлінетін қаражат саны әртүрлі болады. Сол қаражатты да бізде материалдық базаны нығайтуға бөлінеді. Білім сапасын осы жаңағы ұйымдастыру барысында мұғалімдерге қаражат, жаңағы еңбекақы бөлінеді. Мен сол жағын білу үшін, материалды базаны нығайту үшін, жалпы мен сол сауалнамаларды жүргізіп, және ата-аналардың пікірін тыңдай отырып, ары қарап жұмысымды жүзеге асырам деген мақсатта осы жұмыстан бастадым. Ата-аналардың ұсыныс пікірі мынандай болды. Балаларымыздың сабақтан тыс бос уақытында бос жүрмей, бұл Мөлтек ауданда жалпы өздеріңіз білесіздер, бір қабатты тұрғын үйлер, көп қабатты үйлер жоқ. Мегаполис өте үлкен. Сондықтан да бұл жерлерде балалардың бос уақытында баратын спорттық үйірмелер, кешендер саны бар, бірақ аздау. Сондықтан да мектепте сол үйірмелерді мектепте неге жүргізмеске деген осындай ой туындап, біз мектептен домбыра үйірмесін аштық. Және вокал үйірмесін аштық. Сонымен бірге би үйірмесін аштық. Сонымен қатар салауатты өмір салтын қалыптастыру мақсатында бізде спорт үйірмелерін ашу, сол жақсы мақсатта көздеу үшін сол үйірмелерді аштық. Және сонымен бірге біздің қыз балаларымыз қолөнерге өте жақын ғой. Және ер балаларымыздың арасында қызығушылық бар екен. Мынау темірмен жұмыс жасау, ағашпен жұмыс жасау дегенде, күйдіріп жұмыс жасау деген. Оған бізде машықтанған маман иелері бар, пән мұғалімдері бар. Сондықтан да неге ашпасқа деп, бүгінгі таңда осы аталған мектепте 21 үйірме жұмыс жасап жатыр. Биылғы 22-23 оқу жылында 21 үйірме аштық. Енді Алла бұйыртса, осы үйірмелер қазір жұмыс жасап жатыр. Үйірмелердің нәтижесі бар, және оқу тәрбие процесі бар, және биылғы алынған материалдық базаларымыз бар. Соларды пайдалана отырып, осы қараша айында ата-аналарға ашық есік күн ұйымдастырғалы отырмыз, жоспарлап жатырмыз. Күні кеше 1-тоқсанның қорытындысы бойынша ата-аналар жиналысын өткіздім 11 қарашада. Сол кезде ашық есік күнінің жоспарымен ата-аналар толыққанды таныстырып шықтым. Ата-аналар дән риза, себебі қазіргі өздеріңіз білесіздер, балалардың өмір қауіпсіздігі мақсатында біз кез келген уақытта ата-аналарды мектепке кіргізуге болмайтындығын білесіздер. Сондықтан да ата-аналар мектеп өмірімен, мектеп тынысын тіршілігімен танысу үшін әр тоқсанға ашық есік күн ұйымдастырғалы отырмыз. Өзіңіз мектепке келген бойда атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталып өттіңіз. Енді айтып отырсызша, бұған дейін 31-ші мектепте 11 жыл басшылық қызметте болдыңыз. Енді басшылық қызметте тәжірибеңіз өте мол. Осы тұрғыда жаңа жұмыс сізді қалай қабылдалды? Енді бұл жерде ұжымда педагогикалық ұжым оларға не қажет? Бірінші, ыңғайлы ортақ қажет жұмыс жасау үшін. Сондықтан да осы мен бірінші келген кезде ұжымға айтқан болатынмын. Жалпы кез келген үйім бұл екінші отбасың. Сондықтан да бұл жерге оқушыларға сапалы білім, саналы тәрбие беру үшін ыңғайлы ортақ қалыптасу керек деп. Сондықтан да мен ойлаймын, ұжым сол менің айтқан жалпы ойымды
дұрыс қабылдады деп ойлаймын. Себебі бүгінгі таңға дейін осы өзіміздің жоспарланған іс-шараларымыз өз дәрежесінде жоспарлы жүйелі жүріп жатыр. Сондықтан да енді әр басшы өзінің жаңағы жалпы жинақтаған тәжірибесін келген ортаға соны қайтадан жалғастыру керек. Және ұжыммен санаса отырып жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Сондықтан да ұжымға өзімнің ойымды, пікірімді, жоспарымды бірінші күннен таныстырған кезде ұжым толыққанды дұрыс қабылдай алды. Қазір сол ұжымның арқасында, тек қана ұжым деп айта алмаймын, бізде мынау үштік одақ деген бар. Мектеп оқушы ата-ана деген. Сондықтан да мектеп оқушы ата-ана бірлесіп жұмыс жасағанда ғана біз нәтижелі жұмысқа қол жеткіземіз. Енді әттеңі айтатын тұстар да бар, өкінішке орай ата-ана жиналысына толыққанды келмейді. Бізде ата-аналар өкінішке орай, және мынау жалпы ата-аналар жиналысы бар мәжіліс залында, оған да толыққанды келмейтін ата-аналарымыз бар, өкінішке орай. Және мынау мектепте қазір бар электрондық жүйе, өздеріңіз білесіз, күнделік кезет. Бізде жаңағы күнделікті оқушыларымыз алып атқан бағаларын бәріміз күнделік кезетке жүктеп отырамыз, алған әрбір бағаларын. Сол күнделікке кірмейтін, уақытты кірмейтін ата-аналарымыз да бар, жиналысқа келмейтін ата-аналарымыз кей уақытта мектепте болып жатқан хабардардан бейхабар қалатын, тысқара қалатын ата-аналарымыз бар. Сол кезде ол кісілер кейде мектеп жайлы толыққанды мәлімет түсінікті бере алмай жатқан жағдайлар бар. Баласы қаншалықты мектепте жаңағы қалай оқып жатыр, сонымен бірге жалпы 90-да қалай аяқтап жатыр, қандай пәндерден қандай мұғалімдер сабақ береді, ол жағынан да кейде сәл жетіспей жатқан тұстарымыз бар. Сол ата-аналарымыз үйдің күйбең тірлігі ма, мен ол жағын енді бұл тәжірибемізде толыққанды зерттеп жатқан күнде де бізде 190% ата-аналарды жиналысқа әлі қатыстыра алмай жатырмыз. Сондықтан да жаңағы біз айтып жатқанымыз сол ғой, үштік одақ бірігіп жұмыс жасаса, нәтижелі жұмысқа қол жеткіземіз деп. Сондықтан да ата-аналар жалпы уақытын 90-ына 1 сағат, 1 жарым сағат уақытын бөліп мектепке келетін болса, мен ойлаймын, одан да жұмысымыз нәтижелі болады деп. Сондықтан да ұжым жақсы қабылдады. Материалдық техникалық базаны нығайтуға бірінші кезекте көңіл бөлдім деп айтып отырсыз. Нөмір 66-шы Қазығұрт жалпы орта мектебі 90-шы жылдар салынған, жаңылыспасақ. Енді күрделі жөндеуді қажет ететіндігі анық болатын бұған дейін. Енді осы уақытта жүзеге асатын жобаларға тоқталып өтсеңіз, жалпы жаңару бола ма бұл мектепте? Иә, осы 22-23 оқу жылында үлкен жоспарлар тұр. Оның бірі осы Мөлтек ауданда мынау тұрғындардың орналасуына қарай бала саны жылдан жылға артып жатыр. Оны жақсы білесіздер. Бірақ мектеп 2 ауысымды. Осы аталған мектепте 842 бала бастауыш сыныпта білім алады, 39 сынып бар. Сол балаларға қосымша құрылыс жоспарланып отыр. Құдай қаласа, Алла бұйыртса, 23 жылы көктем айынан бастап қосымша 500 орындық балаға арналған, бастауыш сыныптарға арналған құрылыс салынғалы отыр. Алдағы 23 жылы оқу жылынан бастап біздің осы аталған мектептің бастауыш сыныптары бөлек қосымша ғимаратта білім алатын болады. Екінші, жаңа айтып кеттіңіз, мектептің іргетасын қаланғаны 30 жылға жуық болды. Күні бүгінге дейін бір рет 2001 жылы күрделі жөндеуден өткен екен. Қалған уақытта ағымдағы жөндеумен келе жатыр. Сондықтан да көп кейбір біздің мына мектептегі кейбір кабинеттеріміз, коридорларымыз, мәжіліс залдарымыз осы күрделі жөндеуді қажет етіп тұр. Сондықтан да күрделі жөндеуге жоспарға енгізілген. Бүгінгі таңда біздің осы сметалық жоба жасалынды. Экспертизада қазір қорғалып жатыр. Егер де экспертизада сметалық жоба құрылысының сметасы қорғалатын болатын болса, 23-ші жылға жаңа осы күрделі жөндеуге өтуді деп біз соны күтіп отырмыз. Бүгінгі таңда осы экспертизада қорғалып жатыр күрделі жөндеу жұмысының сметалық жобасы. Ал мектептің материалды базасына келетін болсақ,
мен жаңа айтып кеттім, барлық мемлекеттік білім беру ұйымдарының барлығы жан басына қаржыландыруға өтіп кеткен. Соған байланысты әр мектепте білім алушылардың санына қарап, жылдың басында лимит бөлінеді. Лимитке сәйкес биылғы осы 22-23 оқу жылында мектепте материалды базаны нығайту мақсатында оқу кабинеттері алынып отыр. Ол мынау логопед кабинеті, өзін-өзі тану кабинеті, химия кабинеті, физика, биология кабинеттері алынған. Ал енді сонымен бірге бізде мынау сатып алу конкурс бойынша жүріледі. Барлық осы процедураның барлығы. Сондықтан да осы сатып алу конкурс негізінде жүргізілген осы жаңағы біздегі конкурстарымыздан қалған бізде экономия ақшалар қалады. Сол экономиялық ақшаларға біз бүгін таңда жаңағы ашылған домбыра үйірмесіне 25 домбыра жасатылды. Және сонымен бірге қосымша бізде 30 оқу тақтасын алдық. Сонымен бірге 135 оқу партасын қазір конкурсқа қойып, жеңімпаз анықталып, осы бүгін ертең сол парта мектепке келеді деп күтіп отырмыз. Сонымен бірге қазіргі барлық оқу тәрбие процесі цифрландыруға көшіп жатқан өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да қосымша мынау жаңағы интернет тақталармен бірге бізге панель тақталар алдық. Ол бізде химия, биология, абайтану және тарих география тақталарын, панель тақталарын, электрон тақталар алдық. Балалар кез келген уақытта қолындағы байланыс телефоны арқылы QR-кодпен өзіне қажетті барлық материалдар толыққанды ала алады. Сонымен бірге жаңа мен айтып кеттім ғой, мынау үйірме жұмысын жандандырып жатырмыз, қолға алып жатырмыз. Балалардың қызығушылығы өте жоғары деп айта аламын. Сондықтан да мынау домбыра үйірмесіне, вокал және би үйірмелеріне қатысулардың саны күннен күнге артып жатыр. Енді алдағы уақытта сонымен бірге мектеп ауласында бізде спорт алаңшасы салынған. Менің сұрастыра келгенде ол 13 жыл салынған екен. Енді одан бері өздеріңіз білесіздер, біраз 9 жылдай уақыт өтті. Енді спорт алаңшаларын кішкене қайтадан жөндеу жұмыстар қажеттілік туындап жатқандықтан біз соның сметалық жобасын 11 миллионға жасатып, 23 жылға жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге бізде оқуға құштар жобасы аясында, қазір барлық мектепте оқуға құштар жобасы аясында арнайы жоспарлар түзіліп, жұмыс атқарылып жатыр. Соған байланысты біз осы биылғы таңда көптеген көркем әдебиеттер, оқулықтар, электрондық оқулықтарды біз қосымша қамтамасыз етіп отырмыз. 1033-тен астам электрондық оқулықтарымыз бар. 52 мыңнан астам бізде бүгінгі таңда мектепте оқулықтар және көркем әдебиеттермен толықтырдық. Бүгінгі таңда балаларға толыққанды жұмыс жасауына, бос уақыттарында келіп оқулықтармен жұмыс жасауға толыққанды барлық жағдайлар жасалған деп айта аламыз. Сонымен бірге мектепте қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, өзін-өзі басқару ұйымы бар. Және дебат, пікірсайыс ол да қолға алынған мектеп таңда. Бүгін таңда біз 22 жыл 15-16 қыркүйектер аралығында өзін-өзі басқару бойынша жаңадан оқушылар арасында сайлау әділ өтті деп айта аламын. Бізде Бердібек Ақылбек атты оқушымыз сол сайысты жеңіп шығып, бүгін таңда өзін-өзі басқару ұйымының арасында біздің мектеп президенті болып жұмыс жасап жатыр. Енді мынау оқуға құштар жобасы аясында көптеген іс-шараларды өткізді деп айта аламыз. Оқушылар арасында Абайдың қара сөздерінен жаңағы конкурсы ұйымдастырылды. Сонымен бірге мақал-мәтелдер, жұмбақтар, мемлекеттік тілге байланысты Ахмет Байтұрсыновтың 100 жылдығына орай жаңағы оқушылар арасында көптеген іс-шара өткіздік оқушылар арасында. Сол іс-шараның негізінде мен балаларға арасында қазіргі жаңағы конкурс ұйымдастырып жатырмыз. Ол апталығымыз, алдағы аптаға жоспарлап жатырмыз. Сен қандай жаңағы әдеби кітаптарды оқыдың, авторы кім, балалардың арасында қаншалықты жаңағы мынау бүгінгі таңда көп балаларымыз айта кетеміз, оны жасыра алмаймыз. Көбісі мынау біздердегі телефонға әуестеніп кеткен, жаңағы әдеби оқулықтардан көрі теледидарға немесе сотовый телефондарға
қатты көңіл аударды ғой. Сондықтан да балалардың арасында біз қызығушылығын арттыру үшін осы конкурс ұйымдастырып, соның нәтижесінде кішкене болса да жаңағы сыйақыларды беруді, солдан кейін ата-аналардың арасында осыны жаңағы насихаттау, дәріптеу негізінде сауалнама жүргіздік. Сіздің балаңыз бүгін жалпы қандай кітаптарды оқыды, сіз білесіз ба? Сіздің балаңыз осы мектептерде досы кім, қанша досы бар, соның отбасын жақсы білесіз ба? Неге? Бұның бәрі ойлаймын, екінші жағынан құқық бұзушылықтың алдын алу, жалпы жасөспірім арасында оған да өзінің септігін тиеді деп ойлаймын. Сондықтан да біз ата-аналар арасында да сауалнама жүргіздік. Кейбір ата-аналарымыз шыны керек, баласының қаншалықты қандай кітап оқығанын да білмейді. Кейбіреулері жасыратын жоқ, жаңағы жақсы, мынау бізде кішкене мектепке жиі келіп тұратын, мектеппен жиі байланысты тұратын ата-аналарымыз біледі, қандай достары бар, қай көшеде тұрады. Ол бос уақытында баласы өз немен айналысатын ата-аналарымыз да бар. Ал кейбіреулер жұмыс басшылық болып, қандай жаңа кітап оқығанда онша назар аудармайды, және оның қандай достары барын да білмейді. Ол жаңағы осы жағыда қатар жүреді, оны жасыра алмаймыз. Сондықтан да бірақ басым көпшілігі, енді мектепте бала көп, бала саны қарап ата-ана көп, сондықтан да басым көпшілігі мектеппен етене жұмыс жасап жатыр деп те айта аламын. Білім сапасына қалай көңіл бөлесіз? Енді сіз бұған дейін істеген мектебіңізде өзіңіздің 11 жылдық басшылық қызметіңізде қанша алтын белгі иегері шықты? Мұндағы ахуал қандай екен? Енді соңғы жылдар басшылар алтын белгі шығарудан басын алып қашатын жағдайға дейін жетті ғой. Енді ұлттық бірыңғай тестілеуде өзінің нәтижесін ақтай алмаса, алтын белгінің өзі мектептің абыройына нұқсан келтіретін жағдай еді. Бүгінгі ахуал қандай? Алтын белгі иегерлері күрт азайып кеткен жоқ па соңғы жылдар? Өткен оқу жылында мектепте 114 оқушы бітіріп, соның ішінде 2 үздік, 2 алтын белгі, 3 үздік оқушы аяқтаған екен. 114 оқушыдан 32 оқушы түлек мемлекеттік грант иегері болыпты өткен оқу жылында. Биылғы жылы алтын белгінің саны өткен оқу жылында 2 оқушы болатын болса, биыл 8 оқушы үміткер болып отыр. Мынау үздік аттестатқа 3 оқушы үміткер болып отыр. Биыл бітіруші түлектің саны өткен жылына қарағанда 10 оқушыға азайып отыр. Биылғы оқу жылында 107 оқушы мектеп бітіргелі отыр. Осы мектепті аяқталып, соның ішінде 8 оқушы үздік бізде аттестатқа үміткер. Биыл бірінші тоқсан қорытындысы бойынша 43,4%-ға білім сапасын көрсетіп отырмыз. Енді онда жоғары көрсеткіш деп енді біз сондай қанағаттанарлық керемет деп енді оған айта алмаймын, бірақ біз осыған қарап жұмыс жасаймыз. Бүгінгі таңда бізде мынау оқушы осы бірінші тоқсанның қорытындысы бойынша енді 43-44%-ді айтып отырмыз ғой. Ендігі таңда бізде жалпы білім сапасын көтеру мақсатында бізде жоспарлаймыз оқу жылында. Онда әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырамыз. Бірінші біздерде бітіруші түлектерге арналған аптасына 1 рет, айына 4 рет сынамалы тесттер аламыз. Сынамалы тесттер алып болғаннан кейін, сол сынамалы тесттердің нәтижесі негізінде біз жаңағы жіберген кемшіліктермен қосымша жұмыс атқарамыз. Бізде 5 күндік оқу жүйесі. Сол бізде сенбі, жексенбі күні демалыс. Енді біз мынау 2 ауысымды мектеп болғандықтан жасырмаймын, ата-аналардың өтініш негізінде және мынау бізде бос кабинеттерді мүмкіндігінше алып жатырмыз. Сөйтіп біз балалармен тегін қосымша жұмыстар атқарамыз. Мынау ұлттық бірыңғай тестке дайындық ретінде әр пәнге аптасына бізде 2 сағаттан қосымша сабақ ұйымдастырып отырмыз. Сол қатемен жұмыс деп. Әрине, бұрын соңды алтын белгі иегерлері мынау ұлттық бірыңғай тестті тапсырғаннан кейін, соның нәтижесінде жоғарғы оқу орнына конкурсқа түсетін, оны білесіздер. Биылдан бастап, былтырғы оқу жылынан бастап қолға алынды. Білім және ғылым министрлігінің негізінде алтын белгі иегер үміткерлеріміз бізде мынау математикалық сауаттылық негізінде өздерінің білімін Назарбаев зияткерлік мектептеріне барып, сынақ ретінде сол жерде тапсыратын
болады деп былтыр сол қолға алынған болатын. Енді былтырғы жыл как эксперимент ретінде өтті. Биылғы жылдан бастап айтылып жатыр, алтын белгі иегерлері тек қана жаңағы емтиханды мектептің базасында емес, Назарбаев зияткерлік мектептерінің базасында бөлек емтихан тапсыратын болады. Және өздерінің білімін ақтаған жағдайда ғана біз ол кісілерді сол емтиханның қорытындысы ретінде алтын белгіге ұсынатын боламыз. Сондықтан да қазір бұрын соңды алтын иегерлеріне қарағанда қазіргі балалардың мойнында жауапкершілік жоғары. Өйткені ол дұрыс деп қабылдаймын. Өйткені балалар өзінің таза білімімен білім сынағын тапсырып, және мемлекет білім жаңағы грантқа өздерінің сынаққа бару керек, конкурсқа бару керек. Және сөйтіп өз мамандық иесін таңлау керек деп ойлаймын. Биылғы жаңа оқу жылының қарсаңында дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері, орыс тіл пәнінің мұғалімдеріне өзі бір еліміз бойынша республикалық деңгейде осындай бір жағдай болды ғой, жаңа бөлек өту, сағаттың жетіспеуі, мынау дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері бір қысқартуға ұшыраймыз деген сияқты мәселе көтерді. 66-шы мектепте енді мұғалімі көп, оқушысы көп, мектепте ахуалды қалай реттестірдіңіз, жалпы қысқартуға мәжбүр болдыңыз ба? Дұрыс. Мен келген кезде 66-шы Қазақ жалпы орта білім мектебінде 19 дене тәрбиесі пәні мұғалімі бар екен. 15 орыс тілі әдебиеті пәні мұғалімі бар екен. Енді бұрын соңды сынып 24-ке толымдығы толған кезде ұл қыз деп бөлінетін дене тәрбиесінде. Ал орыс тілі сабағында 24-ке толған кезде сынып толымдығы 12-ке бөліп оқытатын еді. Әрине, бұл да кішкене болса да мынау реформа болды біздің мұғалімдер үшін. Дәл мен сол реформаның тұсына келіп қалдым. 19 мұғалімнің 15-і бізде бүгінде толыққанды 16 сағаттық жүктемемен және тегін үйірме сағатымен қамтамасыз етіліп отыр. Ал енді мына ішкі жағдаяттарды ескере отырып, қалған 4 мұғалімді 8 сағатпен және штат кестесіндегі бірлік қызметті ұсынып, қазір 4 мұғалім 1,5 бірлікте жұмыс жасап жатыр. Сонда дене тәрбиесінің 19 мұғалімінің бірде-біреуі жұмыс қалған жоқ. Басшы ретінде мұғалімдерге осы ұжымға үлгі болу керексіз. Енді осы аралықта өзіңіздің жетістігіңізге қысқаша тоқталып өтсеңіз. Жалпы менің еңбек өтілім педагогикалық 27 жыл. Оның алдында мен институтта жұмыс жасағанмын. Осы 27 педагог өтілімде өзіме жалпы іс тәжірибемді пайдаланып жұмыс атқардым деп ойлаймын. Бар мүмкіндігімді мен осы мектеп үшін арнадым. Бір мектепте ғана басшы болдым. Сол аталған мектепте 2017 жылы ол кезде біз Оңтүстік Қазақстан облысы болатынбыз. Білім басқармасының қолынан Ыбырай Алтынсариннің төс белгісімен марапатталдым. 2019 жылы біздің Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрінің білім беру ісінің үздік қызметкері төс белгісімен марапатталдым. Ойлаймын, осы атқарып жатқан еңбектерімнің жемісі деп ойлаймын, сол алған марапаттарым, төс белгім. Уақыт бөліп сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы жауапты жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Сіздерден түлеп шыққан оқушылар мерейлеріңізді асытып, жетістіктеріңізді еселей берсін. Рахмет, сізге де рахмет. Еңбектеріңіз сіздерінде жана берсін. Сіздерге де шығармашылық табыс тілеймін. Халықпен бірге болыңыздар дегім келеді.